Закирбай деген малшы бірінші рет қалаға келіпті. Дәретханаға барғанда шатасып женскийге барып есік ашса, ішінен біреу «Закрывай!» депті. Есікті жауып ойланып тұрып, «Менің атымды қайдан білесің?» десе, ішіндегі қыз «Молчи!» деген екен. «Малшы екенімді де біледі екен ғой», депті Закирбай. Бір келіншек күйеуіне еркелеп, қолын иығына салса, күйеуі ашуланып, «Тарт қолыңды, иығымдағы періштелеріңді үркітесің», депті. Сөйтсе, әйелі ашуланып алмасты. «Иығыңа салғанда періштелерің қыдырып кетіп пе еді?» депті. Газет оқып отырған күйеуі әйеліне: «Қараш, еркектер бір күнде 2200 сөз сөйлесе, әйелдер 4400 сөз сөйлейді екен». Жыны келген әйелі: «Еркектерге 2 рет қайталап айтпасаң түсінбесе не қыл дейсің?» десе, күйеуі: «Не дейсің?» деген екен. Бір қыз қыр басында мал бағып отыр екен. Содан ішіне жел қабысып, онысы шығып кетіпті. Оны қырдың төменгі жағында келе жатқан бір жігіт естіп қалып, былай депті: «Қыр басында жатқаныңыз, 4 түлік мал баққаныңыз, қарындас, мылтығыңыздың даусы қатты шықты, қаз беді, үйрек беді атқаныңыз». Сонда қыз саспай: «Қыр басында жатқанымыз, 4 түлік мал баққанымыз, аға, сізде жігіт келе жатқанда салютпен қарсы алып жатқанымыз». Қаскелеңнен қыз алған жігіттен: «Әйеліңнен қорқасың ба?» деп сұраса, әлгі жігіт: «Неге қорқуым керек? Қорықпаймын. Тамақ пісірдім, еденді жудым, шаңды сүрттім, ыдыс-аяқты жуып қойдым. Смело жүрем ғой», депті. Бір заманда орыс пен қазақ көрші тұрыпты. Орыс қазақша, қазақ орысша білмейді екен. Бір күні қонақжай қазақ орысты үйіне қонаққа шақырыпты. Орыс қазақтың үйіне келіп дастарханда ештеңе жемей отырыпты. Сосын қазақ: «Ұялмай жей бер» дегенді қалай айтарын білмей, орысша: «Еш, еш, как тебе не стыдно» депті. Орыс одан сайын ештеңе жемей бір орында отыра беріпті. Сосын қазақ ойлапты: «Мүмкін бұған қой сойып беруім керек шығар» деп. Сосын оның қалай айтарын білмей, орысқа: «Я тебя как баран зарежу» депті. Орыс орнынан тұра салып қашып бара жатса, ары-бері өткенде келіп тұр дегенді қалай айтарын білмей, қашып бара жатқан орысқа: «Туда-сюда пройдешь, все равно поймаю» депті. Бір күні бір жігіт түс көріпті. Түсінде әкім болып жатыр екен. Түсін бір молдаға жортыпты. Молда: «2-3 айда әкім болатын шығарсың» депті. 2-3 айдан соң жаңағы жігіт әкім болыпты. Тағы бір күн ұйықтап жатса, президент болып жатыр екен. Тағы әлгі молдаға барып: «Түсімде президент болып жатыр екен. Бұны қалай жорисыз?» десе, молда: «Түсті де адам шамасына қарап көру керек қой» депті. Зоология ғылымының бір студенті беттің құрылысын жақсы біледі екен. Емтиханда қандай сұрақ келсе де, кірістіріп айта береді екен. Бит адамның және сүтқоректілердің қанын сорып тіршілік ететін ұсақ жәндіктер тобы. Оның 3 жұп келте аяқтары бар. Олардың ұшында матаға немесе шашқа жабысуға бейімделген имек тырнақтары жақсы жетілген деп айта жөнеледі екен. Бір емтиханда қой келіп қалыпты. Қой деген шөп жейтін 4 аяқты жануар. Үстінде жүні бар. Ал жүн болған жерде бит болады деп биттің құрылысын айтып кетеді екен. Бір күні емтихан алатын профессор ашуы келіп, «Бұған жүні жоқ жануардан берейін, бір қатырайын» деп студентке балықтың құрылысын береді. Студент сәл ойланып тұрып: «Балықтар негізінен суда тіршілікке бейімделген жануарлар. Жүзі жағынан олар өзге жануарлардан асып түседі. Олар өкпе арқылы емес, желбезек арқылы тыныс алады. Балықтың үстінде жүн болмайды. Ай, бірақ жүн болғанда онда бит болатын еді» деп тағы биттің құрылысын айтып кетіпті.